Осындай әсем әуеннен кейін біз бағдарламаны жалғастырамыз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саз бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы бұлақ көрсең көзін аш. Осы ретте біздің студиямызға келген меймандарымыз бар екен, ендеше таныс болыңыздар. Раян қайырымдылық тобының жетекшісі Бержанова Арай Жұмабайқызы және де Раян қайырымдылық тобының мүшелері Самат Бейбіт және де Биболат Алпысбайлы. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз? Керемет. Тамаша. Біз сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Және де осы Раян қайырымдылық қорының құрылғанына мінекей 2 жыл толды. Шын жүректен құттықтаймыз. Және де осы 2 жыл әрине өте аз уақыт емес. Осы аралықта атқарған іс-шаралар туралы, жұмыстарыңыз туралы Арай Жұмабайқызы өзіңіз енді айтып өтсеңіз. Біріншіден қайырлы күн тағы да. Бүгінгі енді керемет көңіл күй. Жалпы волонтерлық туралы айтатын болсақ, жаңа өздеріңіз айтып отқандай, бұлақ көрсең көзін аш деп, бізде менің де ең бірінші мақсатым сол болған, осыдан 2 жыл бұрын. Негізі волонтерлық маған ол андай таныс емес дүние емес та. Бұдан 10 жыл бұрында мен 13 жасымнан бастап айналысқанмын, адамдарға көмек. Жалпы адам туылғаннан бастап ерікті ғой. Енді кез келген адам волонтерлыққа кірмесе де бір адамдарға көмектескісі келіп тұрады, бір адамдарға жаңағыдай барын бергісі келіп тұрады. Сол себепті мен шамалы бұны басқа форматта алдым да жастармен жұмыс жасауды жөн көрдім. Өзім 13 жасымнан бастап жаңағыдай бізде Ақтөбе облысында Дар деген волонтерлық топ бар. Құралай Байменова деген сол кісілердің жаңа волонтері болдым. Сол Дарда болдым. Ең үздік волонтерлардың қатарында лидері болдым. Сол жерден бастап үйрендім де өзім армандайтын тұғынмын осындай волонтерлық топ ашсам екен деп. Аллаға шүкір, арманым өте қатты прям андай не болған жоқ. Уақыт өте келе арманыма жеттім десем де болады. Осылай жастарды дамыту, жастармен жұмыс жасау, жастарды жан-жақты көзін ашу, жаңағыдай айтады ғой, қазіргі заманда негізі көп адам, көп жастар бірдеңемен айналысуға құштар болып тұрады. Сол уақыттарын тиімсіз емес, тиімді пайдалансын деген мақсатта осындай Раян деген волонтерлық топты ашқан болатынмын. Жалпы Раян деген волонтерлық топтың мағынасы әр Раян деген жәннаттың 7-ші қақпасы, әр адам жақсылық жасауға құштар болсын, 7 адам жақындасын деген ниетпен Раян деген волонтерлық топты ашқан болатынмын. Басында бізде 7 адам болды тек қана. Ойлайтынбыз қалай болады, адам аз, не істейміз деп. Сөйтіп көп балалы аналарға көмектесе бастадық, жалғыз басты аналарға көмектесе бастадық. Сөйте қарасам, 2 адаммен де, егер ол сапасы болса, 2 адаммен де жұмыс бітеді екен. Сөйте келе жан-жаққа тарай бастады. Раян деген бәрі қызға бастады, жастардың бәрі маған қарай жаза бастады. Жастардың көзі ашылды десем де болады. Негізі көптен бері волонтерлық тұрып қалған болатын. Соны біздер жанарта бастадық, дамыта бастадық. Соған жалпы қосқан үлесім үшін өзім қатты қуанам. Себебі жақсылық жасасаң қайырымын өзің көресің дейді ғой. Соған амал ету керек. Сол үшін осындай әр универ, колледжден әрбір студенттерді жинау арқылы бұл да андай жаңағы оңай дүние болмады да, мен үшін қиын болды. Әр студентпен араласу, әр мектеп оқушысымен сөйлесу, оның мұғалімдерімен сөйлесу. Былай қарап тұрсаң, сырттағы адамға волонтерлық ол жай әшейін еріккендік деп біледі. Негізінде ол еріккендік емес, ол еріктілік деп мен өзгертер едім. Жалпы волонтер болғаныма мен ешқандай да өкінбеймін, әлі де болам, өмір бақи болып өтсем де маған ол айып емес. Себебі жақсылық ол әр кезде де ол құнын жоғалтпайды деп ойлаймын. Сол себепті осындай кереметте жастардың басын қосып, дарынды жастардың басын қосып, көп волонтерлар айтады, біздің қолымыздан ештеңе келмейді, қалай болады, бірақ мен кіргім келеді. Волонтер болу үшін ол андай ешқандай да бір өнерін тұнып тұрудың қажет жоқ. Мен мысалы 13 жасымда волонтер болып келдім, қолымнан менде ештеңе келген жоқ. Оны мен солымды ажырата алмайтын жас бүлдіршін болып келдім, шыны керек. Содан кейін уақыт өте келе жан-жағымды танып, өзіңмен өзің жетіледі екенсің. Керісінше мен жастарға айтар едім, осындай волонтерлық топтарға, егер олар дұрыс болса, кіріңіздер деп. Себебі жан-жақты дамытасың өз-өзіңді, жан-жақты үйренесің, жан-жақты адамдармен танысасың, білесің онынды, солынды, не дұрыс емес екені. Сірә жас аналарға, жас отбасылар, қазіргі таңда мұқтаж отбасылар өте көп. Және көп сұрақ келеді бізге, сіздер оған қаражатты қайдан аласыздар деген. Біздер жаңағыдай сбор ашып, немесе сондай бір жеңіл жүріспен алмаймыз. Біздің міне өзіңіз көріп отырғандай волонтерларымыз концерт қояды, неше түрлі әр ауылдарға барамыз, әр аудандарды аралаймыз. Міне біз Алла қаласа осы 2 жылдықта 12 ауданды да аралап
аралаппыз. Бізде мақсат болды. Алдыңғы жылы қалалық жастар ресурстық орталығының басшысы Нұрсұлтан Мауленович болған кезде біздер солай барлық осылай Қазақстан Ақтөбеге келіп тікелей эфирде 12 ауданды аралаймыз. Біз де уәде беріп кеткенбіз осыдан 2 жыл бұрын. Қазір міне 2 жыл өтті. Сол уәдемізде тұрдық. Инстаграм Раян қайырымдылық есігін қарасаңыздар болады. 12 ауданды да аралаппыз. Міне кешегіде Ембіге де барып келдік. Солар арқылы әр ауылға, ауданға бару арқылы біріншіден балдар еңбектенеді, концерт қояды, жан-жақты өздерін дамытады. Сол арқылы және олар 2 дүние жасайды да қайырымдылыққа үлесін қосады. Сол қаражатты біз бір отбасын немесе бір тұлғаны алып сол адамдарға көмектесеміз. Міне Аллаға шүкір кешегіде Алматыға барып келдік. Біздің волонтерлық топпен кішкентай бүлдіршініміз бар еді. Сол қыз баланың құлағын жаңа емдетуге Аллаға шүкір ол да сәтті өтті. 12 миллион операциясын тегін порталмен жатқыздырып, сол кішкентай бүлдіршінді қаратып, емдетіп, сол бүлдіршіннің міне ертең 16 сәуір күні құлағына аппаратын салатын болады. Сонымен міне біздің кереметте бір жұмысымыз тәмам десе де болады. Бір баланың жаңа естуіне ертең апа деген сөзінің өзін естіген сайын әркез Раян деген волонтерлық топты еске алады. Сондықтан әр кішігірім дүниенің артында үлкен жетістік жатыр деп білем. Егер айтады ғой жаңағыдай қалағаныңды істемесең тағдырына көнесің деп. Сондықтан біз әркез қалағанымызды жасауға тырысамыз, тағдырымызға көніп отыра бермей. Сондықтан әркез әрекетке берекет деп айтады. Сол үшін біз әрекет етудеміз. Қандай тамаша. Я көптің қолынан келе бермейтін істің басы-қасында жүріп неке қандай тамаша жетістіктерге жетіп жүрсіздер. Сонымен қатар біздің ерікті жастарды сөзге тарта отырайық. Я расымен де ерікті болу үлкен жүректілікті талап етеді. Сонымен қатар көркем мінезді болу және де мейірімділік деген адамның бойында сондай бір ізгі қасиеттер болғаны жөн. Ал енді өздеріңіз үшін ерікті болу, сіздерге ерікті бола жүріп нені үйрендіңіздер? Жалпы ерікті болу бұл адамдарға көмектесіп, сол жан сүйіспеншілігінде қандыру. Еріктілік, жалпы біз ерікті болу арқылы не аламыз? Біз біріншіден өзіміздің өмірге деген шүкіршілік. Яғни кейбір жарым жандарға көмек беру арқылы біз өзіміздің өмірге шүкіршілік ете аламыз. Екіншіден біз материалды түрде, моральды түрде мотивация аламыз өмірімізге деген. Осындай ішкі жаңағы жан рухани түрде дамыта отырып, керемет деген көп сәттерді осы волонтерлық топтың ішінде өткізіп жатыр қазір. Қандай тамаша. Я, Самат. Ең алдымен ассалаумағалейкум. Мен жалпы осы Раян қайырымдылық қорынан келгенге өкінбеймін. Осы жарты жылдың ішінде біраз сауапқа кеңеліп, жақсылықтар жасап. Жарты жыл болды, осы құрамда жүргеніңізге? Жарты жыл болды. Сол сауаптан басқа байлық жоқ деп ойлаймын осы қайырымдылықта. Әрине біреуге жақсылық жасай жүріп, өзің де сондай бір ерекше көңіл күйде боласың дейсіз ғой. Біреуді қуантудың өзі үлкен бір сондай ерекше сезім билейді ғой бойыңда. Осы Раян қайырымдылық қорына қалай келдіңіздер? Қалай хабарластыңыздар? Сол жайында айтып отырсаңыздар. Жалпы менің көптеген таныстарым осы Раян волонтерлық клубында жарнамалап шақырып жатты клубқа. Жалынды жастарды өзіміздің қатарымызға шақырамыз деген секілді. Мен осыны бір концерт афишасынан көрген болатынмын. Қараша айында осы Раян волонтерлық клубына орынбасар болып тағайындалдым. Раян 1, Раян 2, Раян 3 атты 3 волонтерлық клуб бар қазір. Мен олардың жетекші арқылы үшеуімен жеке дара жұмыс жасап отырмын. Ортамыз күн өткен сайын кеңейе бастап жатыр. Және де жастардың осындай жан-жақтан келіп, бастары қосылып, үлкен тағы да өздерінің ішкі өнерлерін ашып жатыр, дарындарын, қабілеттерін ашып жатыр. Түсінікті. Енді Арай, қазіргі таңда мен де өздеріңіздің қандай жұмыс жасап жатқандарыңызды білемін, және де осы уақытқа дейін көптеген жанның жүзіне қуаныш ұялатып, жүрегіне сондай бір ерекше сезім билетіп жүргендеріңізді де білеміз. Және де осы қазіргі таңда құрамда қанша мүше бар негізінде?
Қазір құрамда 80 шақты еріктіміз бар, 3 командаға бөлінеді. Себебі бірінші айналысқан балаларым шамалы үлкенірек, сосын орта тап, сосын кіші тап болып. Себебі үлкен тап пен кіші тапты қоса алмаймын. Сондықтан 3 топты да бірге алып, ертең бұйырса тағы осы жерде бір айта кетейін, өзімізді жарнамалағандай болмайық. Бірақ дегенмен ертең бұйырса 15 сәуір күні сағат 16:00-де геолог мәдениет үйінде біздің кереметте 2 жылдық мерейтойымыз өтеді. Барлықтарыңызды шақырамын, сіздерді де қадірлі қонағы болуға шақырамын. Біздің қаншама еңбек, қаншама тер деп жатады ғой. Бірақ дегенмен оның барлығын халық көріп отыр, оның барлығын бүйтіп ашып, біз мынандай дүние жасадық деп қайта-қайта мақтанып айта бергім де келмейді. Көретін адам Инстаграм арқылы да көреді, бірақ дегенмен осы тұста біз жыл үздік волонтерлық тобы да болдық. Республикадан волонтерлық ең үздік волонтер деген атақты да алдым. Аллаға шүкір деймін бірінші. Және ертеңгі бұйырса концертіміз біздің осы 2 жылдық біздің еңбегімізді түйіндейтін, түйінін шешетін бір әдемі кеш болғалы отыр. Соған барлық Ақтөбе қаласының тұрғындарын шақырамын. Неге жастарды қолдамасқа? Неге жастарға болыспасқа? Себебі осы жастар ертең біздің еліміздің болашағы. Кезінде бізді да солай жетеледі, біз де қазір жетелейміз, бұлар да ертең солай жастарды жетелейді. Сол үшін бізге ең бірінші дүние ол қолдау деп білем. Жастарға әркез қолдау көрсеткен сайын жастарда мотивация бола бастайды, құлшыныс бола бастайды. Мысалға, әр сөйлеген сайын дамый бастайды. Мысалы, бірінші маған келген волонтерлер сөйлей алмай тұрады осылай. Мен айтамын, сен немен қорқып тұрсың ба? Еркін сөйлей бер деп. Сосын одан кейін олар дамый бастайды. Тілдер келесі бір күн қарасаң өзімен ұрсып тұрады. Арай апа, міне былай ғой деп. Сол үшін де ең бірінші орында мен үшін жастарды дамыту, мен өзім сүйікті жұмысым, мен оны махаббатпен жасаймын. Себебі маған ұнайды ол жастармен жұмыс жасау. Маған ол үшін айлық төленбесе де, мен ол үшін айлық алмаймын, мен бөлек жұмысым, бөлек кәсібім бар. Дегенмен, бірақ осы жастармен жұмыс жасау, менің білмеймін, болашақта әлде өзінің балаларын өсіп келе жатқасын ба, сол үшін де шамалы бір уайым бар. Сол үшін қазір ең бірінші тұрғыда мен барлығын айтарым, жастарды қолданыңыздар, жастарды дамытыңыздар. Бұл еліміздің ертеңі де, болашағы да ол жастар, қай кезде де ол жастар өлмейді. Сол үшін барынша қолдауды беру керек деп ойлаймын. Біздер енді еліміздің ертеңіміз ғой, қазірімізді. Сол үшін расымен де сөзбен емес, іспен дәлелдеп жүрген ерікті топтардың қатарында екендеріңіз де белгілі. Сонымен қатар жаңа өзіміз секілді мінекей жастарды қолдау арқылы құлшынысы артатын да белгілі. Және ең бастысы қайырымдылыққа деген өздерінің бір сондай ізгі ниеттеріне қарап көңіл қуанады. Тамаша. Енді жаңа айтып жатырмыз, 2 жылдықты тойлағалы жатырсыздар. Және де демеушілеріңіз бар ма, негізін демеу жүретін? Біздің демеушілеріміз біздер жалпы қалалық, облыстық жастар ресурстық орталығымен байланыстамыз. Біздер сол жаққа барып дайындаламыз, шыны керек. Себебі олар жастарды қолдайтын орталық болғандықтан біздер сол жерге барып, өзіміздің кабинетімізге барып дайындаламыз. Және біздің ең бірінші жылдан бастап көмектесіп келе жатырған бізде депутатымыз бар, Аслан Рахметоллаевич деген, сол кісіге алғысымды айтқым келеді. Ол кісі расымен де жастарды қолдайтын азаматтың бірі. Одан бөлек бізде ондай қолдайтын спонсор жоқ. Біз өзімізге өзіміз спонсорымыз десек те болады. Бірақ жаңағы Аслан Рахметоллаевич, мен ризашылығымызды білдіргіміз келеді. Себебі әркез бізге хабарласыңдар, бірдеңе болса, көмек керек болса сұрандар. Оның өзі мотивация. Оның өзі, және бізде аналар үйі деген бар, Дом мамы, сол жерде Мерует Ахметжанова деген координатор бар. Сол кісі де біздерге өте үлкен жаңағыдай көмегін тигізіп отырады. Мотиватор. Арай, былай жасаңдар, волонтерсыңдар. Біз себебі ол кісімен жаңа Дом мамыға, аналар үйіне барып көмектесеміз ғой. Сол кезде танысып, ол кісілер біздерге поддержка береді, біз оларға поддержка береміз, рухани түрде бір-бірімізге. Сонымен бір-бірімізді әйтеуір үлестіріп, осылай өмір сүріп жатырған жайымыз бар. Жалпы волонтер біз осы жақыннан бастап көптеген Ақтөбе өңірлік университетінің жеке клубтарымен де араласа бастадық. Біздің қайырымдылық концертке деген ол клубтардың да талпынысы, берген көмегі өте көп. Сондықтан сол клубтарға ерекше алғыс білдіріп кететін болсам, Заман біздікі интеллектуалды элиталар одағы, Жұбанов жарықтар атты даму клубтары ерекше осы біздің концертімізге ықпал, яғни көмек беріп, концертке қарауға келіп бізге шабыт беретін. Осы ретте
волонтер болу үшін адам бойында қандай қасиеттер табылу қажет? Өзіңіз арай бастаңыз, одан кейін жігіттерден де сұрайық. Волонтер болу үшін, ерікті болу үшін ең бірінші адам бойында шүкіршілік болу керек. Себебі адам қанағат еткен сайын басқа адамдарға шынайы көмектесе алады. Өзі қандай дәрежеде болмасын, адам қандай ол үлкен тап болсын, ол орта, ол кіші тап болсын, адамды ешқашан жаңағыдай міндетсінбеу керек. Мен мысалға мына адамға көмектесіп жатырмын ғой, мен мына адамға екінші қайтара ол дүниені сен ұмытып кету керексің. Волонтерда сенімділік керек, волонтерда қайсарлық керек, қажырлық керек. Жалпы волонтерда бір жастың бойында тұнып тұратын дүние керек. Мысалға тағы да бір айта кетейін, ол жаңағыдай еріккендік емес, ол жұрт ойлауы мүмкін, мыналар адамдар көмектесіп жатыр, қалай сырттай ойласа мүмкін. Біз шындығына келгенде біз мына жақтан терлеп жатамыз да, еңбектеніп жатамыз. Біз мына әр концертті шығарудың өзі, бір концертке біз дайындалуымыздың өзі бір ай біздің нервімізді құртады деген сөз ғой. Сол үшін ол оңай дүние емес, ол бір адамға көмектесіп, біздің мысалы студенттердің қолынан олар ақша таппайды, олар бізге волонтер болғанымыз үшін ешкім бізге төлемейді. Олар қалай көмектеседі? Олар солай өзінің бойындағы талантымен, дарынымен, ән айтуымен, соның өзі оған үлкен дүние. Біз мысалы әр ауыл ауданға барамыз, біз мысалы автобусқа өзіміз шығарамыз ақшаны. Әр студент 2,5 теңгеден 2,000 теңгеден шығарады. Мысалы оның өзі олар үшін үлкен, былай қарап тұрсаң жетістік, оларда құлшыныс бар деген сөз. Қазір кейбір үлкен адамдарға айтсаң, қойшы құрсын, волонтерлық па деп 500 теңгесін қимай жатыр. Оның қасында бұл жастардың істеп жатқан дүниесі, ол үлкен бір белең аларлықтай үлкен, ол өнер десем де болады, ол дарын десем де болады. Сол үшін әркез айтар едім, ерікпендер сонымыздан еріндер, қиналғанға жәрдем көмек беріңдер. Жұмақ есігін ашып тұратын Раян, еріктілер қатарына келіңдер. Қандай тамаша. Өздеріңіз қысқадан қысқа, жігіттер бір-екі ауыздан ерікті болу үшін біріншіден талпыныс, екіншіден ниет керек деп ойлаймын. Себебі осы волонтерлық топта жан-жақтан келген, жан-жақты маман иелері болғандықтан, олардың белгілі бір өнерге деген жаңағы өз-өздерін ашпаған әлі балалар кейбірі, бірақ осы клубқа келіп, шынайы ниетпен келіп, талпыныспен келгендіктен қазір өз-өздерін ашу арқылы біз концерт беріп, өз-өзін ашып танып жатыр да. Сол талпыныс пен ниет болса, ерікті бола алады. Самат, сіз қалай ойлайсыз? Сол, мен де қосылам негізі. Шын ниет керек адамға деген талпыныс, адамгершілік болу керек, жауапкершілік болу керек. Барлық жастарға айтарым, осы қайырымдылықпен атсалысыңыздар, өкінбейсіздер, келсеңіздер осы Раян қайырымдылық қорына келіңіздер. Қандай тамаша, жүрегім мейірімге толы болған, қандай тамаша. Жаулаймын, махаббат сезіміне баулаймын. Ғашық болдым мен бір өзіңе, жүрегіңде мәңгілік қалайын. Жүрегіңді ашы барайын, жүрегіңнің кілтін табайын. Сезіміңді оятып сеніңде, келін қылып бір алайын. Келін қылып бір алайын. Менің анама да, менің әкеме де сені келін қылып әкелем. Менің тағдырыма да, менің өміріме де сендей жан маған керек. Менің анама да, менің әкеме де сені келін қылып әкелем. Менің тағдырыма да, менің өміріме де сендей жан маған керек. Ұялған күйде тұрынсыз, жүрегіңді жаулап аламын. Күмәнің болмасын сұлу қыз, көзіңнен көрдім сезімді, сондағы ұшқын сезілді. Келін қылып үйге апарам, қайтатын үйге кез келді. Қайтатын үйге кез келді. Менің анама да, менің әкеме де сені келін қылып әкелем. Менің тағдырыма да, менің өміріме де сендей жан маған керек. Менің анама
әкеме де сені келін қылып әкелем. Менің тағдырыма да менің өміріме де сендей жан маған керек. Менің анама да менің әкеме де сені келін қылып әкелем. Менің тағдырыма да менің өміріме де сендей жан маған керек.